Армысыздар, құрметті тыңдаушыларым. Арнама тіркеліп, қолдау білдіріп отырыңыздар. Жалпы адамның жаратылысы қызық қой. Туа бітті бойымен бірге жаралған нәпсінің құпиясын шешу, ләззат алудың қызығына тою еш мүмкін емес әрине. Жалпы алғанда, еркек кіндік біткеннің бәрі көзбен жақсы көреді деген сөз бар. Бұл талассыз ақиқат. Әсіресе менің өзім жартылай жалаңаш қыз көрсем, қозып кетемін. Ал нақтырақ айтсам, жартылай ашық кеуде мен қара капрон киген қыз көрсем, есім кететіні бар. Бұл жолда сол әлсіздігіме жол бердім. Көлігім бұзылып, қара жаяу жүрген кезім. Жұмыстан соң асықпай аялдамаға жақындаймын. Содан кейін итерісіп автобусқа кіресің. Кептеліп 1 сағат тұрасың. Әзер дегенде үйге жетіп тала құлайсың. Жаяу жүрудің азабы осы. Осыны ойлап, аяғымды әрең алып басып аялдамаға келдім. Қарақұрым адам. Баяғы әдетімше қыздарды көзбен шешіндіріп, көпшілікті бір шолып шықтым. Әне, анау жерде талдырмаш келген жіңішке қыз тұр. Шамасы жұмыстан шығып келе жатқан болу керек. Көзімді еріксіз сырғытып, оң жағыма қарадым. Пах, шіркін. Көзіме оттай басылған шашын төбесіне түйген, мойыл көзді қара торы қыз болды. Ақ кофта, қара юбка, орташа биіктіктегі туфли бұл қыз кеңседе қызмет ететінін көрсетіп тұр. Қалың ернін жеңіл қызыл түске бояған, кірпігін тушпен қайра көтеріпті. Талайды көрген сұлусың-ау шамасы деп ойлап ішімнен. Қалай таныссам болар екен? Танысудың сәті бірден түсе қоймады. Итерісіп, сығылысып жүріп, сол қыз мінген автобусқа мен де мініп кеттім. Нәпсі шіркін не істетпейді. Қыздан алыстамауға тырысамын. Ебін тауып қыздың артынан тақала тұрдым. Онсыз да қыздың сұлу мүсініне есім кетіп тұрған мен қасқа тақала түскен сайын асауым басын көтеріп, дегбірім қашты. Үйне шаншар орын жоқ. Қаншама артқа сырғып, белімді аулаққа кетуге тырысқаныммен еш мүмкін болмады. Қатайған таяқтай тиген құралды қыз бөксесімен анық сезінді. Суық тер бұрқ ете қалды. Қыз тартылымдығын арттыра түсетін жеңіл әтір иісі де елітіп әкетіп, бір жағы бөксесін қадала тақалған құралдан ұялып, екі түрлі күйдің арасында әуре болдым да қалдым. Аз уақыттан соң нәпсі өз дегеніне жетті. Қызға тақала түсемін. Байқаймын, кетер емес сияқты. Бос тұрған қолыммен байқамағансып қыз бөксесін сипап өтемін. Қыз үндемеген сайын батылдана түстім. Бір сәт демімді ішке тартып, анарын қағып өттім. Ол жалт етіп бетіме қарады. Ойнақы жанарынан құмарлықтың жылт еткен ұшқынын қапысыз аңғырдым. Ерініне жеңіл күлкі үйірілгендей болды. Жайлап қолымды алға жылжытып, қызды белін құшақтағансыдым. Ұятсыз қол төмен сырғып, кіндіктен төмен жерін алақанмен бір аялап өттім. Қара юбканың етегіне барып тірелді. Ендігі сәтте саусақтарым жыбырлап, еріксіз етекті көтермек болды. Қыз қолымды қағып тастады. Мен тыншай қоймадым. Алға қарай ұмсына түсемін. Қыз да байқатпай маған үйкеле түседі. Бөксесін жоғары төмен қозғап, мені мазақтаумен болды. Жол бойы ләм деп тіл қатыспадық. Танауын тескен торпақтай боп, қыз түскен аялдамадан мен де түстім. Сүмеңдеп еріп келемін. Қыз артына бұрылатын емес, подъезге де жеттік. 5-ші қабатқа көтерілдік. Қыз есікті ашты. Мен де соңынан ендім. Қызық, ішке ене бере, қыз маған алғаш болып тіл қатты. Есімімді сұрады. Ұятсыз екенімді айтты. Сөйтті де шапалақпен бір салып жапса кетті. Аймаласу, сүйсу, ләззаттың әсерлі буы басыма шапты. Басым айналып, жүріп ақ кофтаны жұлмалап жатқаным есімде. Қара юбканы лып еткізіп шешіп үлгердік.
Екеулеп жүріп капроннан да құтылдық. Лыпасыз қалғанша аймаластық. 40 жыл итеріс көрмеген адамдай жұлмаластық. Қызды керегеге тақап, бір аяғын көтере бере соққан кесе есімді толық жиғандай болдым. Оның ақ еткен даусы шықты. Ары қарай белімнің бар күшін жиып изеңдей түстім. Қыз мене ұзындау еді. Түбіне дейін тыға алмай әуреге түстім. Келер мезетте қызды екі аяғын көтеріп істеуге тура келді. Аз көп істегенім есімде жоқ. Белімнен басталған тәтті сезім жұлын тұтамды бойлай жүріп басыма тірелді. Керемет сезіммен бірге ақ қайнар бұрқ етіп қыздың ішіне кетті. Жапысқан қояндай біраз тұрдық. Қатты терлеген екенбіз. Демімді басып бетіне қарадым. Маған бірдеңе айтқандай болды. Түсінбедім. Бәлкім естімедім. Бар білерім, енді сәтін салса қарнымызды тойдырып, қыз төсегінің сапасын сілкіп тексеру еді. Оның аты Нұргүл екен. Манадан бері құмарлықтың бұғаумен жүріп, жүзіне дұрыстап сер салмаған екенмін. Есіктен кірер-кірместен болған айқас бізді кәдімгідей есеңгіретіп тастапты. Қазір міне ас үйде шай ішіп отырмыз. Ал қызыл түстегі қысқа етекті жеңіл халатқа оранған Нұргүлге дұрыстап көз тастаймын. Бағанағы керегеге жабса ыңқылдасқан Нұргүлге еш ұқсамайды. Кең маңдай, ойнақы көз, шырын ерін. Көрген жігіт бұл қызды бірден ажарлы деп табар еді. Сұлу емес, ажарлы. Көрікті емес шығар, бірақ көркем. Жанары тым өткір екен. Өжетсің-ау дедім ішімнен. Ежелгі түменбасыларының қатындарына ұқсаттым. Бәлкім тік отырып еркін сөйлейтін болғандықтан шығар, қайдан білейін. Тәтпіштеп еш нәрсе сұрамады. Бар болғаны тасағымның ұзындығын айтып болмашы жымиды. Ал қызыл халаттың омырауы бос тартылған. Қос анарының түгелдей дерлігі анық көрінді. Төңкеріле біткен алмұртқа ұқсаттым. Мұндай анар төсекте өзін еркін ұстайтын қыздарға тән. Ұштары қоңырқай келген, үлкен. Ләззат құмарлығын танытып тұрды. Аяқтары түп-түзу. Сандары толық болмаса да тартымды. Аяғын айқастыра отырғаны мені қайтадан ойымды елітіп әкетті. Ішіп-жеп өліп отырғанымды байқап қалды ма, аяғын настана көтеріп, менің бұтымның арасына тықты. Қатты итермей мүшемді табандарымен үйкелей бастады. Шалбарымды кере түсіп, құралым көтеріп келе жатты. Келер сәтте шағын ғана бөлмедегі ағаш төсектен табылдық. Менің шалбарым оңай шешілді. Нұргүлдің үстіне құлай бере бірден ашылып қалған қос анарға аузым салдым. Бірін уқалап, бірін сорып, қыздың ақ еткен даусын естігім келген. Қыз қолын аума жүгіртті. Тынымсыз тартқылап, есі кетіп ыңырси түсті. Бүкіл денесін аймалай, жайлап төмен сырғыдым. Кіндігін қытықтай түсіп, одан әрі төмен сырғыдым. Клиторын саусағыммен уқалай отырып, саны мен күнтемесінің арасын жеңіл өбіп өткенім есімде. Қызды тоңқайтып тұрғызып, артынан итердім. Ұзақ, қаттырақ. Шашынан тартқылап ұрғылаған сайын делебем қоза түскендей болды. Қыз төсектің басына жабысқан күйі ыңқылдап ырқыма көне берді. Қыздың ышқына түсіп, бітіріп қойғанына да қарамадым. Одан кейін қыз үстіме шыққаны есімде. Қос анары солқ-солқ етіп үстімде жарты сағат серкілгедеді. Таңға жоқ үстіне бір мініп түстім. Нұргүл ұйқысырап қала берді. Жұмысқа ерте тұрып кеттім. Келесі жолғы кездесуіміз бұдан да жалынды өтетіне сенімді едім.